Осы балық шаруашылығы саласында арнайы бағдарламаның болмауы кәсіпкерлерге өзге де қиындықтар туғызуда. Мәселен, еліміздегі балық өсірумен айналысатын кәсіпорындар балық жемінен таршылық көріп отыр. Өйткені балықтың арнайы қорегі тек сырттан тасымалданады. Сондықтан бағасы қымбат. Ал мемлекет тарапынан оған қаржы бөлінбейді. Су тоғдарындағы балық санының жылдан жылға азаюының басты себебі де осы. Бүгін елімізде 48 мыңнан астам өзен көл, ал балық өсірумен айналысатын 7 мемлекеттік мекеме бар екен. Алайда саланы реттейтін бірде-бір арнайы бағдарлама жоқ. Қазір сала басшылары балық шаруашылығын дамытудың арнайы бағдарламасын әзірлеуде. Қазір уақытта балық системасында істеп жатқан біздің шаруашылықтарда, инспекцияларда жеткілікті автотранспорт, кадрлар, инспекторлар жетіспейді. Водоемдарда балықтың саны судың жоғынан браконьерлер де бір жақтан себеп болып отыр. Балық ұрықшататын жерлері жұмыстан шығып жатыр. Сол себептерден балықтың саны жыл сайын ақырындап артып келе жатыр.